Ассалаумағалейкум, армысыздар дәулетті оқырмандарым, армысыздар дәулетті шәкірттерім, қалдарыңыз қалай? Аман есен жүріп жатырсыздар ма? Көп адамдар Мүнира ханым тікелей эфирге өзіңіздің түріңізді көрсетпей, оқушыларыңызды көп көрсететін болып кеттіңіз ғой. Біз сіздің түріңізді көргенді жақсы көреміз деген хаттар келіп түсіп жатыр екен. Ай жандарым ай, енді менің түрімді көріңіздер. Түр осылай әдемі. Жас келген сайын әжім түседі, ода тұрған ештеңе жоқ. Енді қараңыздар, бүгінгі үйрететін массажым йогаға оса қайлатын тайский массаждар негізі. Йога ғой, йоганы тайский массаж деп қойған. Клиенттер өздеріне жасағысы келмейді, біз оларға жасап береміз. Йогаға қатысқан қыздар, соның бірі менмін дейді. Жаным сол. Енді не істеймін? Енді осындай тікелей эфирге өзімнің жүзімді көрсетіп тұруды жөн көрдім. Мені жақсы көрген түрлеріңізден айналып кетейін. Мен негізі бақытты әйелмін. Әлемде бақытты әйелдің бірі мен боламын. Өйткені менің өзімнің тұрақты, мені жақсы көретін оқырмандарым бар. Содан кейін мен не сассам, соны алатын оқырмандарым бар. Одан кейін маған қарап отырып, ойын өзгертіп келіп жатқан оқырмандарым бар. Сол үшін мен сіздерді өте жақсы көремін, және де мен сіздерді бағалаймын. Сіздер баға жетпес байлықсыздар. Тайский массаж деген йога. Біз адамдарға біз жасап береміз. Біз йогада біз өзімізге өзіміз жасадық. Қара. Кеше мен сіздерге үйреттім от қою массажы. От қою массажы өте керемет, тамаша массаж. Кеше денелеріне сезінген адамдар шынайы айтып берсеңіздер болады. Кеше менің жолдасымның үстіне от қойдыңыздар ғой, жүзіңізді көрсетіңізші, сол жаным менің дейді. Жарайды, жүзімді көрсетем. Алдағы, анандағы адамдар неғып түрегеліп тұр дейді. Арықтаңдар деп түрегеліп қойдым. Көп балпиып отырып салмақ қосып келген қатындар түрегеліп тұрыңдар, 10 күн бойы менің жанымда деп түрегеліп қойдым. Жаным сол. Осы халық қызық неше түрлі әдемі нәрселерді айтады. Отырсаң опақ боласың, тұрсаң сопақ боласың, жатсаң жатты дейді, тұрсаң тұрды дейді, сарыға боясаң сарыға балдың дейді, қараға боясаң қараға. Әй жандарым сол. Сендер ғой осы мені өзгертіп жатқаны. Солай айта беріңіздерші. Сіздер осылай өзгерсеңіздер, мен жақсы өзгереді екем. Сіздер тым жақсы болып кеткеннен мен өзгермей қалдым. Енді өзгеріңіздер, мен алысыңыздаршы. Сол сіздерге түзелем деп мен өзгереді екенмін. Мен соны байқап қалдым, жандарым сол. Оқу тоқтамайды, оқытамын десем, атыма мініп алдым десем, оқу да болады, қыдыру да болады, йога да болады, массаж да болады. Вообще жанымды бойымнан Алла тағала суырып алғанға дейін барлық нәрсені жасаймын. Тоқтамаймын. Үйде балшият жатып не істеймін? Не істеймін үйде? Топ тастаған 5 балам жоқ. Жалғыз балам, оның өзі ер жетіп кетті. Енді мен сіздермен алыспай, енді кіммен алысам, алысайын, Жақсы, тікелей эфирімізде тоқтамайды. Инстаграм парақшада 10-нан бастап жүріледі. 10-нан бастап маман алады қолға, сізге маман алады. Сіздерді аттандып тастағаннан кейін 10 күн бойы мен фотосалондарға барып, съемка жасаймын, видео съемкалар жасаймын, таргетіп жарнамаға шығарамын, Ақтауға оқытуға барам, Шымкентке оқытуға барам. Вообще ұштым мен десем. Маған бұлған дайын ғой өзінше, отыр. Мен сені бағам, жұмыс жасамай отыршы, мен сені бағам дейді. Үйде отырайын десем, менің балам көп емес қой, балаларыма қарап, балаларымды ерме кететін. Не 4 балдың ішінде мен, сізда 15 жасымдан бастап ақша тапқан қатын, аяқ астынан 50-ге келгенде үйде отырып қалсам, құтыр кетпей мен? Құтырам, мен құтырғанды аппасын деп құтырам. Мен құтырғаным жаман. Одан да өстіп қатындарыммен алысып жүре берейін. Осым жөн дедім. Байым айтты, мен отыр деп айтпа дедім. Сен отыр деп айтқаныңа өкініп қаласың менің нервімді көргенде дедім. Қашып кетесің ана Шымкенттің дедім. Таумайға жүрмей мен сені дедім. Десем, солай ма деді. Мені отыр деп айтпа дейді. Отыра ғой жаным, мен сені бағам деген түріңден айналып кетейін. Мейірбандығыңнан айналайын. Бірақ мен отыруға жаралған қатын емеспін. Өз отыруға арналған бір қатындар жаралған өз. Бала күннен отыратын. Мен отыруға жаралған емеспін. Мен 9 жасымда маған әкемдің қарындастары су әкеп бер дейтін, басымызды жуатын. Сол кезде маған ақша бер деп сұрайтын қатынмын. Мен сол кезде 9 жасымда ақша бер, мен сонда саған су әкеп берем дейтін. Өзеннен су әкеп бер дейтін, өзеннен су ағатын олар. 80-ші жылдар ғой. Ана аяқ жағы кең мынандай шалбарлар бар еді, білесіздер ме? Мына жерде тар, соны киіп алып, отырысқа кеткен жатады ғой ауылды жерде. Елестетіңдер. Мен 5 жас ойнап мәз болып жатамын ғой мен. Мүнира, су әкеп бер дейді. Жүгіріп барамын да маған ақша бер, содан мен саған су әкеп беремін деймін. Ойбай, әкелесе алмайсың ба дейді. Жоқ, әкелмеймін дейді. Өйткені отырысқа бара жатқан біліп тұрмын, ақшаның бар екенін біліп тұрмын ғой. Ой, осы қызды ма, деп 10 тиын береді. Ана 10 тиынды ала салған әкпіш бар ғой.
ана жерде ілініп тұрады, атамның жасап берген атқыш бар, жүгіріп бағанан аласап, екшелеп бүйтіп аласап, жүгіргеннен өзеннен тау асып, тас асып, өзенге барып солды бүйтіп құя салып, бетіне жапырақты қоя салып, төкпей апарып беретін бүйтіп. Ол апарып қоя салғанда содан кейін магазинге барамын, магазинде бір ойғыр атамыз бар, шемішке сататын. 10 тиынымды апарып беремін, көп ақша маған. Мына қалтама шемішке салып береді, анандай стақанмен бүйтіп алып салып береді. Мына қалтама жиде салып береді. Одан ой балам деп маған 2 кәмпит береді. Әгім мәзбін ғой жеп, кәйбі ғой. Өші ауылда қыздарды басқарамын. Ана қара көшенің қыздар бергендер, ақ көшенің қыздар бергендер, оқыңдар деп. Екеу ұрыс қалады мен жоқ болсам. Екеуінің басын қосып 5 тас ойнаймыз. Ой, сондай болады. Мен сол кезде сондай ақша табатынмын. Сен ойлашы, мен 50-ге келгенде мен үйде отырсыз. Мен өз ақшамды қажаласам, кәйіп анам. Мен күні осы күнге дейін мен еркегімнің 1 тиын ақшасын алып қажалаған емеспін. Әке шешемнің 1 тиын ақшасын алып қажалаған. Өш біреудің 1 тиын ақшасын алып қажалап көрмеппін. Білмеймін не екенімді. Біртүрлі болып қаламын, мен біреуден бірде өзімді кінәлі сезініп қаламын. Только өзім еңбегіммен тапқан ақшаны қажалаймын. Оның кәйіп алам өзімнің қажалаған ақшаларымды. Содан кейін ешкім маған, ешқандай адам маған міндетсіне алмайды. Мен сені баққан едім, мен саған айтқан едім, мен саған бүйткен едім деп ешкім тісін жарып маған сөйлей алмайды. Өйткені өзімді өзім бағып келе жатырмын. Енді аяқ астынан отырғасам да мен шыдай алмаймын. Сол үшін қажет мед массаж орталығынан кеткеннен кейін барлығын осы менің еңбек сүйгіштігімді, осындай ақша тауып, өзімді өзім бағатынымды үйреніп алсаңыздар болды. Содан кейін мына массажымды жақсылап отырып үйреніп алыңыздар. Үйреніп алыңыздар да ақша. Сіңілің кеп массаж жасаса да ақша де. Ақша, әкел ақша де. Енең келсе де ақша де. Жүрсіз, еңбек қойған бәрі еңбек қой. Еңбек қой, ә? Сөйтіп, сондай жұмыс жасаған қызбын. Бүгін мен сіздерге тайский массаждарды үйретемін. Өте жақсы. Содан кейін мен сіздерге йога сатып жатырмын ғой, қыздар. 5-ақ мың теңге тұрады. Менің QR-ымды аударасыздар. Қажет мед то деген QR бар. Сол жерге 5 мың теңге аударсаңыздар, содан кейін группа йога деген жер бар телеграмда. Сол жерге қосып қоямын сіздерді. Сол жерде күнде қарап отырасыздар. Кешегі үйреткен йогаларым бар ғой. Соны да кеше түсіріп алдық қой, көрдіңіздер ғой. Соны да жіберемін. 5 мың теңгеге біраз йогаларды жіберемін. Содан кейін қыздар қанағат шығар деймін. Қанағат десе содан кейін екінші группа ашамын. Анадан өткен қыздар екіншісіне өседі. Ол жерде группа 2 деп қоямын атты. Анау группа 1. 2-ні сатып аламын десеңдер, және де 5 мың теңге аударыңдар деп. Сөйтіп қыздарды жетелеп отырамын. Содан кейін күндердің күнінде бір қатын кеше мен йога жасап салмақтарын тастасаңдар сыйлық берем десем, жаздың қай айында барамын дейді қыздар. Күндердің күнінде деп отырмын. Бір күндері. Қазір емес, дәл қазір емес, күндердің күнінде. Міне, қай жерде QR дейді. QR-ды менің 8-747-495-74-89 нөміріме QR-ды мен йогаға қатысам дейсің. Содан мен сізге қажет мед то деген QR-ды жіберемін, сол жерге аударасыздар. Маған күніне йоганы 4 адам сатып алады, 5 мың теңгеден. Жолда машинаның ішінде кетіп бара жатып ақша жасайды екен. Ой, не деген жақсы, кәйіп, менікі, кәйіп. Қандай рахат. Қандай рахат. Осы нәрсені сіздер де жасауға болады ғой. Мысалы біз әлеуметтік желілердегі Instagram, Facebook, YouTube, TikTok-терді біз ақшаға айландырып жатырмыз. Мына мен сияқты жалмауыз қатындар ақша жасап жатырмыз. Ал түк істетпеген қатындар шұқылап отыр соның үшін. Біз ақша жасап жатырмыз ғой. Осыны сіздер де жасап үйреніп алуға болады, қыздар. Ақша сұрағаннан ұялмаңыздар. Массаж жасаған кезде менің массажым мынандай, алай, былай деңіздер. Содан кейін менің оқу ақым 230 мың теңге болды. Мен сіздерге не дедім? 2023 жылы қазан айында не дедім? 2023 жылы 12 декабрьге дейін, желтоқсанның 12-сіне дейін, или болмаса желтоқсанның 31 күні сағат 12-ге дейін 5 мың теңгені аударып қойсаңыздар, 2024 жылы 130 мыңмен оқисыңдар деп айтқам, айттым ба, естідіңіздер ғой. Енді 2024 болып кетті. Енді оқу сомам қанша? 5 мың теңге аударып тіркелген қыздар 130 мыңмен оқиды да, тіркелмеген жаңадан келіп жатқан қыздар 230 мыңмен оқиды. Одан кейін мен 16-ақ оқушынан алдым. 16-ақ оқушы. 230 мың теңгемен тіркелген қыздар йогаға бесплатно қатысады оқуға келген кезде. Ол қыздарға 10 күн бойы тегін йога үйретім. 230 мыңның ішінде. Ал 130 мыңға тіркелген қыздар 20 мың теңге төлейді йогаға. Сөйтіп 10 күн міне жақсы нәрселер өте көп. Кодан кешегі қойған оттарыңыз бар ғой. Менің күйеуімнің, менің байымның арқасына от қойып бердіңіздер ғой кеше. Кеше түніменен терлеп тұрып бар ғой. Денесінен суық терін шығарып тұрып. Таңертең бар ғой свежий болып түрегелді. Мамасының құрсағынан жаңадан шыққандай. Свежий болып.
негізі беті күңгірт болып қарайып кеткен болатын, осы от массажы ерекше жағады бұл кісіге. Ал маған жасаған кешегі жатыр массаждарыңыз бар ғой, кеше түсте сағат 1-де жеген тамағымды сағат 4-те шығарып болды асқазаным. Жатыр массажына. Свежий үлкен дәреттерге отырдым. Свежий үлкен дәреттің бар ғой, иісі болмайды қыздар. Түсі де әдемі болады. Егер сенің үлкен дәретің там сасық отырып кеткен жеріңнен 3-4 сағатқа дейін туалетіңнің ішінен иіс шықпайтын болса, онда шегің шылақ, шегіңде уыт бар деген сөз. Сол жерде үлкен дәретің 24-те 48 сағат ұсталып тұрды деген сөз. Содан шыққан үлкен дәрет қалай болады екен? Тым сасық, үйдің жел шығарса да кейбіреулердің жел тым сасық болады ғой. Ол деген шегің тозып кетті деген сөз. Шегің тозып кетті. Сау емес сенің шегің. Жұқарып кетті. Бықсып кетті деген сөз. Міне, ал үлкен дәретке отырған кезде уағында отырсаң, жақсы жүрсе, сасық болмаса, әдемі болса, ол шегің таза деген сөз. Оның барлығы жаңағы нүктелерді басып, ішек жолдарымыздағы өкпе, бүйрек, бауыр жолдарымыздағы каналдарымызды ашқаннан болады. Нүктенің кереметін болдың ба? Білдіңіздер ме? Бұл нүктені негізі қытайлар жаратқан жоқ. Бұл нүктені негізі Алла тағала біздің денемізге кайфоват алыңдар деп жаратып қойған еді. Біз соны сезінбей, біз соны білмей жүрген кезде қытайлар тауып шығып, өмірлеріне қолданды. Осы нүктені зерттеп шыққан ғалымның кинауы бар. Мен анау телеарнаға ұсыныс жасайын деп тұрмын. Қазақстан телеарнасына. Айналайын халқым, кешке дейін ана түріктің үндінің кинауын қоя бермей, бірін жұлыстырмай, ана Қытайдың осы нүктелі массаждарын зерттеген ғалымның кинауын қазақшаға аударып біздің қазақ еліне көрсетіңдерші нүктелерді. Мына қазақтар білсін, үй жағдайында отырып бір-екі нүктесін бассын, ауырмасын деп ұсыныс жасағым келіп тұр мен соларға. Біздің ақшаны бейберекет қалаймаққан жерге мемлекеттің ақшасын болмайтын нәрсеге жұмсайды ғой. Біз байқайсыздар ма? Мемлекеттің ақшасы ана түріктің бір сасық киноларын сатып алады деп түріктерге мініп алған екен дейді. Түркияға мені кіргізбей қойып жүрмесін түріктер. Шын айтам, түріктің бір болмайтын киноларын көп аударады ғой. Жаппар деп, ой Жаппар, мен 3 жыл жүріп едіңдер ғой. Келін деп, келін мен 10 жыл жүрдіңдер ғой жұмыс жасамай. Өтірік айттым ба, шын ғой? Сендер келін деп жұмыс жасап, анам дей деп жатқан кезде мен мына жақта тарсылдатып ақшамды жасап жаттым ғой, массаж жасап жаттым ғой. Шын айтам ғой мен сіздерге. Намыстарыңызды әдейі тием, оянсын деп. Оянып жатыр ғой қаншама қатындар. Адамның намысына тимесе, адам оянатын сияқты емес. Ана үндінің кинауын аударасыңдар. Ой, мамам айтатын ғой, менің мамам. Солардың мемлекетінде мата көп қой деймін деп. Не деген орап алатын матаның денелеріне деп. Айжан айтпақтай, біздің пердемізді орап апты ғой денелеріне деп. Вообще бір ғой, үндінің кинауларын көріп, сендер өмірлеріне барып көріңдерші. Ана көлдеріне барып қараңдаршы. Барып кетіңдер. Барыңдаршы, көріңдерші. Ой, деп, кинолар сондай, байқайсыздар ма? Жүзін бейді даң деп, жүзін көп көрсетеді музыкаларда. Мынадан ұрған кезде пақ, ой, не деген кететін дауысы көркөретші, сол дауыс шығам екен. Бірақ рет шығады, шақ болды, ұзырыңнан түсесің. Олардың дауысы кетеді ғой, көп кетеді сол кинолар көріп отырған адамдар. Сол киноларды қалай көресіңдер? Мен соған таңғалам қазақтар. Қиын таңғалам мен. Қарашы, соны мемлекеттің ақшасын сырап қылып сатып алып жатырсыңдар. Соларға дыбыс беріп отырған қыздардікін жастық дәуіріңдерінің қор болып өтіп жатқанына жаным ашиды. Дауысың әдемі, жарайды, дауыс беріп жасың. Сен дауыс беру, дауыс қою сабағыңды оқысаңшы, үйренсеңші балаларға. Зачем уақытыңды 2 сағат уақытыңды сырап қылып, соларға дыбыс беріп, олардың жылағанын дорап, олардың қайғырғанын дорап, олардың боқтағанымен бірге боқтап, қайран жастық дәуір өтіп жатқан. Не азабы, солардың өмірі бізге бірдеме бере ма қыздарға? Не береді солардың өмірі? Анау апаларға айтамын, үйде отырып тұрып соны көреді. Оданша есік алынға шығып, ана огурец екші, помидор ек, қияр ек, есік алынға шығып, тоңқаңдап жүріп, ана беліңді түзетіп, балаларың ауыртпалық әкелмей, ана есік алыңды күре қарып. Зачем оны көріп, одан бейшара болып үйге келіп келінмен аз апаларға да түрегеліңдер деймін. Көріңдерші сол киноларды деймін ғой. Қатып қалған қайда, біз жастар көрмейік. Бәше жастар қоғамды өзгертеміз. Бәрі отырып мемлекетке бізге өзгертіп берсін демей ақ қояйыншы. Әрқайсымыз өзіміз өзгертсек болды, мемлекет өзі-ақ өзгеріп кетеді қыздар. Көрмеңдерші, сол үндінің кинауын алмаймыз деп отказ беріңдер. Тура бар ғой, телевизорды қоспаңдар, ақша төлемеңдер бәрін. Содан кейін ол жүрмей қалады болды. ютубыңа кір де өзіңе пайдалы киноларды көріп, пайдасын беретін. Әсіресе мына нүктелі массаждардың киноларын көп аударып беру керек сияқты. Мына нүктелердің пайдаларын мен бір Инстаграмнан ба бір жерден бір Қытайдан келген бір қазақ дәрігер тәтені көріп қалдым, нүктелерді көрсетіп жатқан. Сол кісінің қосылып көріп, нүктелерді үйреніп алыңдар пайдасын, нүктелі массаж. Одан кейін жаттығу залдарына барыңдар, йога жасаңдар, үйде отырып алып өздеріңмен өздерің жұмыс жасаңдар. Кім көлекеше сен айтасың ғой,
мен қозғалысым көп деп. Біздің кейбір қозғалыстарымыз қайталана береді қозғалыс. Қалған жақтарымыз қозғалмайды, сол үшін салмақ тастамайсың. Біз біртұтас қозғалуымыз керек, біртұтас. Мысалы, үйде қозғалысты көп жасаймын дейсің, сен қол жуасың болды. Осы мына жеріңменен мына жерің ғана қозғалады да, қалған жерің қозғалмайды. Ол екі-ақ жерің қозғалады, басқа жерің қозғалмайды. Сен содан ойлайсың, мен неге арықтамай жатырмын, мен қозғалыс көп қой деп. Бірақ сен біртұтас қозғалып жатқан жоқсың ғой. Мына жерден белің ғана кетеді, аяғың ғана кетеді, қалған жерің кетпейді. Кетпеген себебі тұтас қозғалысқа түсу керек. Йога деген тұтас қозғалысқа түсіретін. Тұтас қозғалысқа түсіретін нәрсе. Иә? Содан кейін жаттығулар. Жаттығу болған кезде, мысалы, жасымызға қарап жаттығу жасаймыз, ана келсе келмес секіре бермеңдерсің, салмақ қосып алған әйелдер. Өйткені ағзаларың жөткел кетеді. Ағзаларың үсіп кетеді. Алдыменен мыналармен жасаймыз. Осылармен жасап, осылармен біраз майды босатамыз, майды шығарамыз, одан кейін барып секіреміз. Осылар. Иә? Сонда жаттығулар, оттегі жаттығу, оттексіз жаттығу деп бөлінеді жаттығулар. Оттекті жаттығулармен көбірек жасаймыз. Жүру, жорға жүріс, созылу, керілу, нүктелерді басу, тыныс алу, денені босату, денені бүкіл босату. Одан кейін жүзуге бару. Бірақ Малтауға барған кезде, жүзуге барған кезде, нәпсіңді тия алсаң жақсы, тия алмасаң, су сорып қалған кезде көп тамақ жеп қоясың. Ол кезде су ішіп, өзіңмен күресе алатын болсаң болды. Одан кейін би, әйелдерге би әдемі, би билеу. Би билеу әйелдерді сұлу көрсетеді. Би билейтін жерге барыңыздар. Би билейтін жерге. Мұң бұралып би билеу. Осы да әдемі әйелдерді сұлу етеді. Темір көтерілетін жерге, темір енді әйелдерге жараспайды, керек емес. Енді жас қыздар, бірақ бір кезде мен темір көтеретін жерге барғам. Темір көтеретін жерге барып, бір қарасам жеріне дөп бұлшық шығып келе жатыр. Бір қарасам еркек болып кетіп, қорса дедім, мына мен бүйт тұрсам, еркектер жоламай қойып жүрмесін деп түсіп тастаған болатын. Сөйтіп, әдемі сылық болып, сөйтіп қоңырақты тауып алғам деп қойсам. Көрдіңіздер ме? Сол үшін бүгінгі үйренетін йога массажымыз өте тамаша массаж. Содан кейін мен сіздерге үйреттім, адамның денсаулығына өте пайдалы нүктелерді үйреттім. Мен сіздерге үйреттім, медицина саласына хабары жоқ, кез келген адамның үй жағдайында отырып жасай беруіне болады деген нүктелерді үйреттім. Содан кейін мен сіздерге үйреттім, нүктелерді басқан кезде бірден дәп басып жасамаңдар, бірден қатты басып жасамаңдар дедім. Жаймен уқалап барып, басып, сездіріп, рахатқа бөліп басыңдар деп үйреттім. Одан кейін мен сіздерге үйреттім, нүктені таңертең бір, түсте бір, 2 рет баспа деп үйреттім, күніне 1-ақ рет бас деп үйреттім. Содан кейін нүктенің салмағын клиенттің түріне қарап бас дедім. Басып жатқан кезде клиенттің жүзінде сүйсіну болса, онда не болады? Онда дұрыс басып жатқаным деген сөз. Сүйсінуден ары қарай қатты басып жіберсең, ауыру болса, онда бізді ауыр кетсе, онда біздің мақсатымыз клиенттерді ауыртып массаж жасау емес, біздің мақсатымыз сүйсіндіріп массаж жасату. Өзінің тәнін, жанын өзіне сезіндіру біздің мақсатымыз. Содан кейін аптасына арқа массажын не дедім? Жылына 2 рет жасату керек, күз мезгілі, көктем мезгілінде дедім. Содан кейін қалған уақыттарда аптасына 1 рет жағдайына қарай келе берсе бола береді арқа массажын дедім. Жылына 2 рет келмей, мен өзім осылай келіп тұрам десе, жасай беріңдер дедім. Жасай бер дедім. Просто бір күнде 2 рет жасамасаң болды, қалған уақытта күнде келсе де қалай? Жасай бер жағдайға. Іші қатпайтын болады, ағзаларының жұмысы жасап тұрады, ішек өз қызметін мен атқарып, бауыр бүйрек болып тұра береді. Массажға күнде келем десе, ала беріңдер. Күнде келем десе, ала беріңдер. Просто күнде 2 рет алмасаңыздар болды. Бет массажына енді орта жастағылар аптасына 2 рет келсеңіз болады, бірақ апта сайын келіп тұру керек. Аяқ массажын күнде алу керек. Орта жастан асқан кісілер аяқ массажына күнде барыңыздар. Енді салонды қалай ашам десеңіздер, өздеріңіздің райондарыңызда, өздеріңіздің тұрақты тіркелген жерлеріңіздің соңына барып, сол жерден ИП ашып, салон ашсаңыздар болады. ИП ашу қазір телефонмен де аша салуға болады, ол оңай 5-ақ минут. Содан кейін жасап жатқан жұмыстарыңыздың 3%-ын өкіметке налог ретінде тапсырасыздар. Негізі мен мемлекетке айтар едім, шағын кәсіпкерлерге тиіспей-ақ налог алмай қойса қалай болар екен деп ұсыныс жасағым келеді осы Тоқаевқа барып. Тоқаев мырзаға барып. Мысалы, менің кәсібімде шағын кәсіпке жатады, үлкен кәсіпке жатпайды мына кәсіп. Үлкен кәсіп деп қол астында 50 адам жұмыс жасаған,
бір жүріп тұрған үлкен заводтардан налог алса болады. Менікі шағын кәсіп қой. Ар келсе бір 20 оқушым келеді, ар келсе 1-2 кабинет қана. Мен жылына 2 рет общий налог тапсырамын. Жылына 2 рет. Ол налогым 400 мың, 500 мың болады. Жылына 2 рет тапсырамын. Айына 6 налог тапсырамын. Біреу 3%, біреу 10%, біреу 7%, біреу 1,5%. Биыл және де бір налог қосылды. Сонымен 6 болды. Былтыр 5 болады. Биыл 6 болды. Ай сайын налог тапсырамын. ИП-ға да налог тапсырамын, ТО-ға да налог тапсырамын. Жылына 2 рет налог тапсырамын. Мемлекетке тауып жатқан табысымнан. Жылына жарты жылда тапсырған 500 мыңда 600 мыңға дейін барады. Ай сайын тапсырып жатқаным 200 мың, 300 мың, 400 мыңға дейін барады. Нешо тапсырып жатырмын. Негізі біз бұндай налогты тапсырып отырған маған субсидия аса бір қызық болмай қалды. Айта берем маған, барсын. Осы сөзім барсын Тоқаев мырзаның алдына. Субсидияңды беретін болсаң, онда налогыңды алмай, налогты шағын кәсіпкерлерге налог алмай, жаңағындай субсидия бергенде мен түніменен әлі өлең айтатын едім. Айналайын, айналайын, айналайын деп ән айтатын едім. Берген субсидияның өзі жас мөлшерін айтқан 18-ден 35. 18 жастағы темір тепсе темір үзетін 18 бен 35 жастағы аралығындағы балалар маған келіп қол жуып не істейді олар? Олар өзінің әлемін дамытсын. Сондай адамды ал деп шектеу қойған. Не қыламын маған? Жасына шектеу қоймаса 50-ден асқаннан кейін, 60-дан асқан пенсияға шыққан тәтелерді әкеліп қолын жудырып қойсам жақсы емес пе? Ол маған қызығып болмай қалды субсидиясы, қызықпай қалдым. Бәріне шектеу қойып тастаған. Жасқа. Мүмкін Тоқаев мырза қоймаған шығар. Мүмкін өзі төмен жақтағылар қойып алған шығар, қайдан білем. Өзі Тоқаев мырзаның жанына барып әңгімелескім келеді мен. Отырып, айтатын әңгімем көпті қойсам. Шын айтатын әңгімем өте көп. Денсаулық жайында айтатыным көп, зарплат жайында мына, шынымен де мынандай шағын кәсіпкерлерге түк те керек жоқ налогты. Біз өркендемейміз ба, өспейміз ба? Қайта бұл налогты мен еңбек сүйгіштігімнің арқасынан тауып отырмын. Таңның атысы, кештің батысы, үйімнің бетін көрмей жасағаннан тауып отырмын. Егер де ондай кетіп, бүйтіп жұмыс жасайтын болсам, ана налогтарды мен төлей алмаймын. Мен оқытып жатқан оқуымда 1 миллион емес, 300 мың емес, 130 мың теңге. Мен мемлекетті бағып жатырмын бекен мен? Бағып жатырмын мен. Бағып жатырмын мемлекетті. Мен мақтанатын, мен сол үшін мен сөйлей аламын. Шамал осы жақтарын сәл дұрыстау керек сияқты мемлекет. Осындай қарапайым халықтаса Тоқаев мырзаның жанына барып отырып әңгімесін айта алатын шығар. Мен енді осыны қолға алайын деп жүрмін кейінгі кезде. Қаншама жыл болды менің төлеп жатқаным. Өзіме қалатыны тиын тебен, сол кием жем болды. Бір жерлерге барып бірдеме салатындай емес, Құдайға шүкір. Бірақ осы жағын мемлекет сәл қарастыру керек сияқты, иә? Сол үшін сіздер де қайтесіздер, кәсіптеріңіз жүріп кеткенге дейін мемлекеттен рұқсат алыңыздар. Менің кәсібім жүрсін, дөңгелесін, біраз бірдемелер алайын, содан кейін төлейін деп біздер де талап етуімізге болатын шығар, қыздар? Болады ғой осылай талап етуімізге? Жоқ, аша сап налог төлейміз ба бәрімізге? Кішкентай жерімізге. Ұрыс қойса, дұрыс айтасыз дейді. Мен сөйтіп, менің осы түрімді өсіп сөйлеп жатқанымды Тоқаев мырзаның алдына деп апарып қойса екен. Мына көзге көрген мына қатынды шақырып алып келші сөйлесейін дейді. Содан кейін немере 1,5 миллионда 2 миллион бірдеме аласыңдар дейді. О ақшаны мен көрген емеспін қыздар. Мен ондай ақша алған жоқ. Мәссаған, мен бар ғой, бір кезде бірдеңе есіме таңғалып қалғам. Мына Қытайдан келген, мына шетелден келген қандастарға жер беріп тастаған, ақша беріп тастаған дейді. Мен көк тиын ақша алған жоқпын, шын айтамын. Бірінші келгендерге айту оның қол астында 1-2 адамға, айту 1-2 адамға беріп қойды да, видеоға түсіріп алды да, солар алған, мәз болды, солар түсіріп алды да, барлығымызға жауап салдық. Барлық шеттен келген қандастар жер алды, үй алды, содан байып кетті деп. Жоқ, ондай емес. Екеуі алған болу керек, қалғандарымыз бірақ алған жоқпыз. Дәлелдеп бер десең, бәріміз шығып сізге дәлелдеп береміз. Шын алған жоқпын, сен алдың ба гүл? Ештеңе алған жоқпын. Әйтеу өзім алған жоқпын. Өзім алған жоқпын. Мен керісінше бердім десем, келе сап бердім. Келе сап налог тапсырған мен. Келе сап 2 айдан кейін салон ашқан ғой мен. Келе сап салон ашқан мен. Мемлекет аттап келіп салон ашқан ғой. Жүрек деген күшті ғой бізге. Қытайдың паспортымен жүріп, Қытайдың несімен жүріп, мен 2 жыл жұмыс жасаған қыздар. Сендер маған қандай сылтау айтсаңдар да, мен сенбеймін сендердің сылтауларыңа. Өйткені бәрінен өзім өтіп кеткем. Міне, көрдіңіздер ме? Жепті Алматының ақшасында жерінде дейді. Иә, жерінде ақшасында
жеген біз ештеңе алмадық. Мені тауып бер десең бәрін алғанымды бір екі адам тауып бере алатын шығармын. Ешкім алған жоқ. Ондай нәрсе жоқ, бізге жетпей бітіп кететін сияқты ғой сол ақша. Жақсы. Ол жеген адамдар да ол дүниеге кетеді. Жемеген біз де кетеміз, жеген олар да кетеді. Бәріміз кетеміз ол дүниеге. Бұл жерде жеген адамдар қалады деген нәрсе жоқ. Бәр адам кетеді. Жақсы, ондай болса, сабағымызды күштілеп жасайық. Тайский массаждарды кімдерге жасамайсың дейді. Тайский массаждар бар ғой, көбінде адамдардың сіңірмен жұмыс жасаймыз, сіңірлермен. Біз жас кезімізде мойнымыз ұзын болды, қол саусақтарымыз ұзын болды, бойымыз биік болды, Мен оқып жүрген кезде 40 оқушы оқимыз ғой, бір класста, біз Қытайда 41 класста 40 оқушы оқимыз. Сол кезде мен партаның ең арт жағында отыратынмын. Өйткені менің бойым серейген болатын, ұзын болатын. Сол кезде мені класстастарым түйе деп атайтын. Мүнира түйе келе жатыр дейтін. Бойым ұзын болатын. Чөгіп кеттім. Чөгеді екен адам. Ол не себептен чөгесің дегенде мына сіңірлер әрекет жасамағансаңдар, массаж жасап жүрген менің өзім чөктім деп әңгіме айтып тұрмын. Жасамаған сіздер тіпті де чөккен болуларыңыз мүмкін. Кеше йога жасатқанда екі тізелеріңіз жерге тимей тұр ғой. Тимейді ғой. Мен байымды көрдіңдер ғой, домалаңдап жатыр, домалаң кетті. Йоганың шемішкесін жаққан дегеніңіз. Ол кісі де қызық ма, мені күлдіру үшін сондай нәрселерді айтады. Бәріміз топ құсап домалаңда қалғанбыз. Оң жақ жамбасты көтерсе, сол жақ көтеріп кетеді, сол жақты көтерсе, оң жақ көтеріп кетеді. Оның барлығында сіңірдің қатайғанынан, сіңірдің қысқарғанынан болады қыздар. Әңгімені қатырасыз ғой дейді. Қатырамыз. Әңгімені қатырып отырмын ғой сіздерді, тегін күлдіріп, сол үшін йогамды сатып алыңдар деп әңгіме айтып қояды екен. Еле болмаса мен бір косметикамен айналысқалы жатырмын. Және де бір косметика тауып алдым. Қара қыздар, мен Қытайдың мықты косметикасын таптым. Соны мен ертең маған әкеп береді. Мен жағам, көрсетемін сіздерге. Маскасы бар ғой, әжіміңді кетіріп етеді дейді. Енді Құдай шын айтса енді. Ананы алып жағып, мен сіздерге көрсетемін. Шынымен де әжіміңді кетірмесе, мен сіздерге жарнама жасаймын. Алыңдар деп, соны жағамыз, Енді бұрынғы LG бар, мен бұрын сатқан компаниялар бар ғой. Ол компаниялар болды, жағып біттіңдер. Болды, жетеді, енді ауыстырамыз. Мен кезінде сіздерге айттым ғой, бір косметиканы бір жыл қолданамыз, бір жылдан кейін не дедік? Оның нәтижесі көрінбей қалады бір жылдан кейін. Оның құрамындағы нәрселерді, витаминдерді біздің теріміз сіңіріп алды. Енді біздің теріміз бір жылдан кейін қажет қылмайды оны. Мантты бере берсем, бар жақта кеңірдегінен өтпей қалады ғой, жегім келмей. Сол сияқты теріде. Енді палау жегісіге қалды. Енді сода ана косметиканы көріп, соны алып палау жағамыз, енді бетімізге палау жегіземіз. Мантыны жеп болдық, енді палауды жегіземіз. Мына шампундар да сондай. Бір шампунды жарты жыл қолданамыз, жарты жылдан кейін қайтеміз, ауыстырамыз. Барлық нәрсе, сабындарды да сондай, тіс жуатынды да сондай қыздар, ауыстырып отырамыз. Мына киімді де ауыстырамыз. Тек ауыстыруға болмайды, күйеу ғана. Қалғанның бәрін ауыстырып отырамыз. Күйеу де алқаш болса, оны да ауыстырамыз. Алқаш болса. Бір алқаш еркектер бар ғой. Күнде арақ ішіп келеді, тапқан ақшасы жоқ. Мыжып тұрады. Онда еркекпен өмірлеріңді өткізбей қойыңдар қыздар. Боба ғой ол. Ол өзі ол арақ ішіп кайфовать алатын адам. Арақтан. Арақ ішпеген адам мен арақ ішкен адам отырса, арақ ішпеген адам анаған қарап бар ғой, нерві шететеді. Байқайсыздар ма? Ал арақ ішіп алған адам мен арақ ішіп алған адам өздері отыра берсе, олар өздері бір-бірінен кайып ала береді. Қытайда сондай бір әңгіме болған ғой, нақ болған оқиға, мен кезінде айтып берген, осы Инстаграмымда бар ғой, өшіп тастамасам бар. Біз бір ауылда жерде тұрғанбыз бір кезде. Сол жерде 40-56 градус суық болатын. Одан кейін ол жерде құйын деген нәрсе бар болады. Құйынды білесіңдер ғой? Аяқ астынан ұстап кетеді құйын. Мал шаруашылықпен айналысқанбыз ғой. Сол кезде ауылдар мал бағамыз. Сол кезде біздің көршіміз о жақта тұр. Ол кезде мен 16 жас кезім болатын. Сол кезде ана аға бар ғой, малдарына шөпті беріп тастайды да, содан кейін қалаға түсіп кетіп, кешке жақын арақ ішіп келетін. Бұны бар ғой, мен мазақ қылып айтып отырған жоқпын. Мына жастар естісе, жастарға өнеге болады. Мына ішпеңдер деп айтпақшымын. Әзір арақ ішпейді жастар, әзір бірдемені сорады әзір жастар. Ана коллега неме дейді бірдеме? Коллег соны сорады, одан кейін бірдеңкені чегеп жайды бірдемелер бар. Ол арақтан да апасын нәрсе. Сол кезде ара 3 баласы бар еді ана тәтенің. Бесікте бір баласы бар, 2 баласы бар, біреу 5-те, біреу 3-те, бесікте баласы бар еді. Сонда аға түс көтіп, кешке жақын талтаңдап арақ ішіп мас болып келеді. Сол кезде ананың мас болып келгенін тәте көріп қорқатын күйеуінің мас болғанынан. Сөйтіп жылдар айлар өтіп жатқан ғой. Соны бір күні тәте ойлаған ғой, осы арақты мен де бір ішіп көрейінші, қалай болар екен.
содан аға қалаға түсіп кеткен, ағаның артынан тәте де түсіп кеткен ғой, қалаға түсіп кетіп ағамен бірге тең ішіп келген ғой арақты. өзі ағадан қорықпайды, екеуі бірдей кәй болады, кәй жақсы. Содан тәте бар ғой, бұл жақсы екен ғой, бұл ішіп алсам қорықпайды екен деп. Адамнан арақ ішіп алған адамнан қорыққан қиын жаман ғой. Кішкене кезімізде көп көріп едік қой, арақ ішкен ағаларды көріп қорыққанымыз, солардың бәрі біздің өмірімізге әсер берді ғой. Содан тәте ішіп жүріп қараса қорықпайды. Содан кейін ол бір күні аға кетіп қалған. Аға кетіп қалғаннан кейін жарты сағаттан кейін кетеді екен ол кісі де. Ағаның артынан тәте шығамын деп шыға қалған кезде ана жерде бір қар жауғанда 2 метр жауады қар, қысылы. Қазан айында түсіп кетеді қар. 2 метр қар жауады. Содан кейін ана тәте енді аға кеткеннен кейін жарты сағаттан кейін ағаның артынан шыға беремін деген кезде жаңағы құйын ойнап кеткен ғой. Ана құйын ойнағанда бар ғой, малыңды да аспанға ұшырады, адамыңды да аспанға ұшырады. Өте жаман опасный сөз жүр, сондай жер, сол біздің Қытайдың бір жері бар, сондай жер бар. Ана құйын ойнаған кезде содан бір жеті қар жауып ойнап тұрып алады екен. Содан кейін аға қалада қалған, арағын ішіп есін жинаған, ана ауылға түсейін десе ана құйын қар бара алмаған. Малдары қорада шөп салған беті, байлаулы беті қалған, балалар үйде қалған. Бір жетіден кейін ана құйын басылғаннан кейін келген. Уже аға арақ ішіп жүрген кезде үйде тәте бар ғой. Ана көмір, қилардың бәрін ол құйынның шығатынын біледі екен де, бәрі мына жақ үйіне бәрін дайындап қойған екен да. Құйын шыққан кезде далаға шықпай есік терезеден жауып отырады екен. Құйын келетін кезін өзін біледі екен өздері. Малды да кіргізіп шөпке де қойып үлгереді екен. Бірақ ана жерде тәте жоқ, аға да жоқ, құйын ойнап кеткен. Содан не оқиға болған десеңші, бір жеттен кейін аға келмей ме келсе, ондай неше рет қайталанғанда аға келген кезде тәте үйінде маздатып, отын жақып, балаларын қарап отырған екен. Бірақ осы жолы аға келген кезде бесікте қатып жатқан бала, есіктің алдында қатып жатқан бала, 56 градус деп отырмын ғой. Төр жақта қатып отырған бала, 3 баласы бірдей қатып қалған, малдар 4 аяқпен бірге қатып қалған. 56 градус суық, 2 метр қар, уже құйын. Сондай жер бар Қытайдың бір жерінде. Келсе әйел жоқ. Әйел жоқ. Балалар одан айғайлап деп жылап, арақ жаман. Олар оқиғаның болып болғаннан кейін жылаудың не керегі бар, жыламай-ақ қойшы дегім келеді. Не керегі бар оның? Содан көкте ана үйде өз жалғыз қалады аға. Мал жоқ, малдың бәрі қырылған, адамның бәрі қатып қалған. Өз жалғыз отырып сол үйде жаңа әдемі өмір өткізеді, ішпей, жемей. Не керегі бар оның? Соны айтам ғой, өлгеннен кейін адамның басына мықты тас қоясың, не керегі бар? Өлгеннен кейін адамның артынан жылқы соясың, не керегі бар деймін соны. Тірі кезде неге жасамаймыз соны, а? Көктем шыққан кезде аға бүйтіп есік алдында отырмай ма? Отырған кезде ана қар ериді ғой. Қарлар еріп отырғанда, анандай қораның бүйтіп, мынандай былай жаш келген бұрышы бар ғой. Сол бұрышқа тәтен апарып лақтырған екен. Сол бұрышқа барып қатқан, мұздың ішінде бір нәрсе тұр дейді. Сол бұрышқа барып битергенде ана құйын. Содан қарды апарып битерген кезде ана қар, мұз болып қаладектің ішінде қатып тұрған ес сияқты бір нәрсе көрінген ғой. Ананы бәрі ауылдың адамдары шақырып келіп ананы түсіріп бүйтіп ұрған ғой, жарған ғой, мұзды жастар ішінен тәте шыққан. Қатып қалған. Сөйтіп ана тәтені жерлеген. Осы нақ болған оқиға мен өзім 16-17 жасымда нақ көргім. Бұл оқиғаларды мен не үшін айтып отырмын қыздар? Тірі кезде бір нәрселерді дұрыс жасайық деп, жаңағы қазіргі жас балаларымыздың қалтасын ақтарып қараңдар, не шегіп жүр, қайда барып жүр. Содан кейін еркектерге айтарым, ішпеңдер арақты. Қатындарыңды да, бала шағаларыңды да құртасыңдар. Қандай жақсы, қандай жаман, иә? Біз өмірде көп қой ондай нәрселер. Сол үшін айтып отырмын. Одан да сол арақ ішкен ақшаны не істейміз? Массажға келеміз. Сондай бар ғой, өліп талып арақ ішетін еркектер болса, бала шағаң бар болса, ажырасып кетші. Өзіңді өлесің, балаңды өледі ол алқашпен бірге. Қайта бір балаңды алып қал, өзіңді алып қал. Кете берсінші, кеткісі келген адам. Ол қоймайды ондай қанға өтіп кеткен нәрселер. Онымен алыспай-ақ қой. Бір 10 жыл уақытым болса да бала шағаңмен бақытты өмір өткіз, мына 21-ші ғасырда. Шын. Жаңағы ауыстыруға келетін нәрселерге келгенде айтып отырған ғой. Нақ болған әңгімелер ғой. Жаның ашы ма? Ашы де. Құдай сақтасын. Соның үшін бұндай нәрселерден ауларақ болып, осыдан қайтқаннан кейін, қажетметтен кеткеннен кейін әдемі жұмыс жасаймыз. Ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын. Бірақ көңіліңе ұнамаса бар ғой, сол қатының көңіліңе ұнамаса айналайын еркек, сен де айтшы, қатын маған ұнамай қалдың. Давай өз өмірімізді сүрейік деп, ренжіспей, өтіп кетуге де болады ғой. Оны ұрысып, кейбір еркектер болады, арақты ішіп баратын себебі қатын ұнатпайды.
Ұнатпасаң айта салсайшы, ішпей ақ айта сал. Мен сені ұнатпаймын, ауаша тұрайық, бірақ мен саған көмектесіп тұрамын, жәрдемдесемін деп. Барлық нәрсені ашық айтып үйрендір. Жаңа мен де айттым, ой байым қайда жүрсің, маған көмектеспей. Маған көмектесуің керексің ғой деп. Ашық айтып үйрендір әңгіме. Ашық айта салыңдар күйеулеріңе. Ашық айтып, ей, давай менде де бір рахаттанайын. Жалғыз өзің рахаттана бермей деп. Ашық айтып, келісімге келіп, одан кейін сөйлесіңдер, әңгіме айтыңдар. Бұрылып есікті лақтырып кетіп бара жатқан еркегің болса шақыр, көкем, төре, бері қарай кел, отыр. Екеуміз отырып әңгімелесейік. Кімнің есігін лақтырып кетіп бара жатыр, кімнің есігін таңертең ашып кіресің. Мен сенің құлыңмын балған, мен саған құл емеспін. Сен мені қатындық қалғансың кезінде. Бағам қағам деп отыр, давай төре. Екеуміз жақсылап отырып әңгіме дүкенін құрайық деп, өсіп ашық сөйлесіп үйрендір. Енелеріңе де айтыңдар, қыңқылдай беретін енең болса, енешке, сен мені сатып алған жоқсың. Менің де өзімнің әлемім бар. Сенің енең жаман болды екен деп, енді сол енеңнің жамандығын маған көрсетейін деп тұрсың ба? Отырайық екеуміз әңгімелесейік. Мен ұлыңмен бақытты болып өтіп жатырмын. Бір жерің ауырса өзіңнен көр, тұру, әрекет жаса, Мүнираны көр деп маған кіргізбаңдар десең. Осылай жұмыс жасаймыз, кестік па? Қазір мен тайский массаждарды көрсетемін. Қандай қайғылы ой қойға дұрыс айтасыз дейді. Тіріде бір-бірімізді сыйласып өтейік. Қара қыздары, кімнен массаж үйренсеңіздер, сол менің ұстазым деп айтып үйренсеңіздер, жолдарыңыз ашық болады. Менің ана Жантошка деген шәкіртімді көрдіңдер ме? Күні туылған күнде шығарған Мүнира ханым сіздің арқаңызда деп. Ол да деп оқушы оқытып көп ақша тауып жатыр. Мүнирадан үйренген жоқ, мен Қытайға барып үйретіп келдім деп айтса да оның аузы барады. Бірақ та иманы қандай керемет, Мүнира ұстаз, мен сізден үйрендім деп. Мен үйреткен көп қыздар бар, Монғолиядан оқып келдім деп жатқан. Мен де өзімнің Қытайда ұстаздарымды әлі ұстазым деп айтам. Менің де ұстаздарым көп қой. Массаж үйреткен ұстазым бар, йога үйреткен ұстаздарым бар. Сол үшін ұстаздарымды менің ұстазым деп. Алла қаласа мен ертең фото түсіретін кісіні шақырам. Барлығымыз ертең әдемі макияждармен келіп фотоға түсеміз. Менімен түскен фотоларымды ана фотографқа айтып үлкен қылып жылылап рамкеге салып қойып, мінекей мен Мүнира ханымның шәкіртімін деп мақтаныңдар. Содан кейін осы тікелей эфирімнің астына мен Мүнира ханымның Ақтаудағы шәкіртімін деп телефон нөмірлеріңді жазып отырыңдар. Күнде шығып жатқан тікелей эфирімнің астына нөмірлеріңді қалдырып отырыңдар. Өйткені менен Ақтауда шәкіртің бар ма, Семейде шәкіртің бар ма, Қызылордада шәкіртің бар ма деп менен массажды сұрайтын менің дәулетті оқырмандарым өте көп қыздар. Мен әрқайсысына жауап бере алмаймын. Ар жақта қарап отырған менің дәулетті оқырмандарым, сіздерге массаж керек болатын болса, менің тікелей эфирімнің астына түсіп, сол жерде менің шәкірттерімнің нөмірлерін ала аласыздар. Мысалы, сіздер де жазып қойсаңыздар болады. Семей қаласында Мүнира ханымның шәкірті бар ма екен деп сіздер де жазып қойыңыздар. Ал сіздер де жазыңыздар шәкірттерім. Оқып кеткен шәкірттерім сіздер де жазып қойыңыздар. Қызыл леп белгіні қойып, смайлдар қойып, сөйтіп жазып қойыңыздар. Жазып қойыңыздар. Мен оның барлығына бүйтіп жазып, тауып бергенге менде уақыт жетпейді ғой. Содан кейін Ақтаудағы шәкірттерім, Ақтаудағы менің оқушыларым, қазірден бастап менің тікелей эфирімнің астына мен Ақтаудан боламын, мен сізге оқуға оқимын деп нөмірлеріңді қалдыра беріңдер. Мен сіздердің нөмірлеріңізді жинай берейін. Жинап Ақтауда 20 оқушы болғанда, 40 оқушы болған кезде мен Ақтауға жүгіріп барып, Ақтауда бір мықты үйрететін бір орын, арендаға беретін орынды тауып қойдым. Сол жерге самолетіммен ұшып барамын да сіздерге 20 күн оқытып, үйретіп, сол жерде Ақтаудың балығын жеп, содан қайта қайтып одан Шымкентке қарай жүремін, одан Көкшетауға деп жүріп үйретемін. Мен Қытайға да барып массаж үйретемін. Мен Қытайға да барып үйретемін. Мен қазақтың қыздарын. Қытайда массажды мынандай мен сияқты үйретпейді қыздар. Ай деп жинап алады, ақшаңды қағып алады да, содан кейін ұстазы келеді да, ай дейді да, бүйтіп көрсете салады да, содан кейін бір уақыттан кейін ана ұстазды іздеп таба алмайсың, қайда екенін білмейсің. Мен сияқты таңның атысы, кештің батысынша сіздермен бірге жүріп, уже модель болып жатып, маған жасаңдар демейді Қытайда ұстаздар, олай істемейді. Көрсете салады, кетіп қалады, болды. Одан кейін қоғамға шығып, салондарға барып тәжірибе жинайсың. Сендерге тәжірибе жинаудың түк те қажеті жоқ. Мен көрсетіп қойдым, барлығын үйретіп қойдым. Просто аузыңды аш, құям дедім, аузымды аштым, құйдым. Кейбіреуің ары қарай жұтып алдыңдар, кейбіреуің ішпеймін дейсіңдер. Бір күні ішесіңдер оны да. Болды, сол ғана. Сол үшін мен барлық жерге барып массажды қайтадан үйретіп, жаным сол Шымкент қаласына шәкіртіңмін дейді. Міне, жаным мына тікелей эфирді әзір мен сақтаймын ғой. Сол сақтаған кезде соның астына жазыңдар, қыздар, Әзір мына жерден өте шығады, ешкім көрмей қалады. Мен Тараз арасындағы шәкіртімін дейді. Қазір тікелей эфирді өшірем. Деніміз сау болсын, еліміз аман болсын, өрісіміз кең болсын, толған мал болсын, елбасымыз мейірімді болсын, жомарт болсын, халқымыз тыныш болсын.
қарияларымыз ұзақ өмір сүрсін, қалталарымыз толған доллар болсын, жолымыз әрдайым ашық болсын, жегеніміз қазы қарта жал жая болсын, ішкеніміз қымызбенен чуәк болсын деп айғайлап қояды екен дейді. Ал енді ондай пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Жадыра, жаным сол, қазір тікелей эфирді өшіремін, Шымкенттегі Жадыра. Сол осының астына жазып қой, жарай ма? Жаным сол. Жұмыс жасап жатсың ба, Жадыра? Айгүл. Жұмыс жасап жатсыңдар, жарайсыңдар. Содан кейін сіздерге айтатын, ар жақтағы көріп отырған оқырмандарым айтатын, қажет мед массаж орталығынан шәкірттерді шақырғаннан кейін қолдарында қызыл дефлоны бар ма, соған қараңыздар. Содан кейін менің қолым қойылған ба, менің мөрім басылған ба, соған қараңыздар. Басқа жерден оқыған шәкірттер бар қойып өтіріктен бірдеңке жасап беріп менің абыройым түсіп кетпесін. Менің қыздарымның қолында дефлон болады. Мөнираның қажет мед массаж орталығы деген мөр басылған, қып-қызыл. Сол дефлоны болса ғана үйіңізге кіргізіңіздер қойсам. Жандарым сол. Ал ондай болса сау болыңыздар. Ойбай, мен өзімнің түрімді көрсетсем, оқырмандарым көбейіп кетеді екен. Бәсе менің түрімді жақсы көреді екенсіңдер ғой сіздер. Мен ара жаққа сіздерге қарап сөйлеп, сіздерді көрсетіп қойсам, 20 адам қосылған, 30 адам қосылған, енді бүйтіп шығып едім 200 адам қосылып отыр ғой, молодец.